Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып should модальді етістігі. Should модальді етістігінің сөйлемдегі атқаратын қызметтермен танысайық. Бірінші қызметі advice or good idea. Яғни біреуге ақыл кеңес берген кезде біз should етістігін қолдана аламыз. Мысалға, you should give up smoking. Сен темекіні тастаған дұрыс болады. Бұл сөйлемде біз біреуге ақыл кеңес беріп тұрмыз. Екінші қызметі manner, яғни манера. Адамның өзін-өзі ұстауына, әдепке қатысты айтқан кезде біз осы should етістігін қолдана аламыз. Мысалға, you should cover your mouth when you sneeze. Сен түшкірген кезіңде аузыңды жапқаның дұрыс болады.